Қайырлы күн, баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге осындай өте дәмді әрі езілмей қайнап дайын болатын өріктің вареньесімен бөлісетін боламын. Көріп тұрғандарыңыздай ешқандай да езілмей, әп-әдемі болып өз формасын ұстап қалған. Әркімнің дайындау әдісі әртүрлі, ал мен сіздерге өз әдісімен жасап бөлісетін боламын. Ендеше видеоны соңына дейін қарап, міндетті түрде арнаға тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды да ұмытпаңыздар. Ал ендеше біз бастаймыз. Ең әуелі өріктерімізді жақсылап жуып, яғни тазалап аламыз. Тазаланған өрікті дәнегінен алып, теңді екіге бөліп, дайындап алатын боламыз барлығын, және де үстіне құмшекер саламыз. Менде бұл жерде 7 килограмм өрік, 7 килограмм өрікке 5 килограмм қант салдым шамамен, және де 7-8 сағатқа бетін жауып қалдыратын боламыз. 7-8 сағаттан кейін өрігіміз осылай болып тұрады, өзінің суы бөлініп, дәл осылай болып шығады. Ендігі кезекте, яғни газымызге өрігімізді қойып қайнатып алатын боламыз. Менде құмшекері сәл аздау болып қапты, өрігім қышқыл болғандықтан үстіне тағы да 2 килограммдай, яғни құмшекер салып, бетін жауып 20 минутқа қайнатып алатын боламын. Мінекей біздің өрігіміз осылай қайнап шығуы керек. Бетіндегі көбігін, яғни алмасаңыздар да болады, мен алмаймын, және де толықтай суытуға қалдыратын боламыз. Біздің өрігіміз суығаннан кейін осындай қалыпқа келеді, және де екінші қайнауы тағы да 20 минут қайнатып аласыздар. 20 минут қайнағаннан кейін тағы да суытуға қалдырасыздар, ал үшінші қайнауы 10 минут қайнатсаңыздар жеткілікті. Осымен біздің вареньеміз дайын. Алдын ала банкілеріміздің барлығын жуып тазалап, залалсыздандырып аламыз. Яғни қақпағының барлығын, банкілеріміздің барлығын буға бір қайнатып, яғни залалсыздандырып алғандарыңыз дұрыс. Содан соң дайын болған вареньемізді осылай құйып аламызды, банкімізді жабуға кірісетін боламыз. Өріктің вареньесін дәнегімен жапсаңыздар да болады. Бізде бірақ балаларым кішкентай болғандықтан дәнекті қажет етпедім. Және де қақпағын осылай жауып, банкілеріміздің барлығын бұрап дайындап алатын боламын. 2-3 күнге жылы орамалмен орап қалдырсаңыздар да болады, суығанша. Осымен біздің вареньеларымыз дайын. Назарларыңызға үлкен рахмет, құрметті көрермен. Сіздермен болған Гүлбану.